Баршаңызға сәлем. Бүгін біз диеталық, жеңіл және өте дәмді болып шығатын салаттың бір түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен қайнатылған қызылша қажет. Қызылшаларымызды жақсылап көбіктеп турап шығамыз. Салатты көптеу қылып жасағыларыңыз келсе, қосатын ингредиенттерімізді де соншалықты көбейтсеңіздер болады. Қызылшаларымызды жақсылап турап болғаннан кейін бөлек ыдысымызға салып, жұмыртқаларымызды дәл солай көбіктеп, жақсылап турап шығамыз. Достар, егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кейін бір дана сарымсағымызды жақсылап майдалап турап, салатымызға қосып жібереміз. Бұлай қарап тұрсақ, жай ғана үйден табылатын, бар жоғы 3-ақ заттан тұратын жеңіл салат, достар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді ең соңынан бір стакан қатығымызды қосып араластырып жібереміз. Қатық дегеніміз, яғни бір жақтарда айран деп атайды. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.